Сәлеметсің бе, Әли? Қазір қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы дыбыс және әріп арасындағы байланыс. Есімізге түсірейік, өткен сабақта біз дыбыс және әріппен таныстық. Бүгін екеуінің арасындағы байланыс туралы айтамыз. Яғни біз білеміз, дыбыс пен әріп екеуінің қандай айырмашылығы бар екен? Дыбысты біз естиміз және айтамыз, ал әріпті біз көреміз және жазамыз. Жаңағы дыбыс пен әріптің бір-бірімен өте тығыз байланысты екенін айтпасақ та белгілі. Біз айтылған дыбысты әріп қылдыртып дәптерімізге жазамыз. Мысалы, біз А деп айтамыз және жазған кезде ол әріп болады. Оны дәптерімізге жазамыз. Енді дәптерімізге дыбыс және әріпке байланысты тапсырмаларды орындап көрейік. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Мына жерде сөздер берілген, кейбір әріптер түсіп қалыпты. Соларды жазуымыз керек. Бірінші сөзді оқып көрейік. Алмұрт. Екінші сөз үкі. Келесі құмырсқа. Келесі ілгіш. Келесі жомарт. Аспаз. Бүгін. Демалыс. Жанар. Орман. Тілек. Оқулық. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Алмұрт, үкі, құмырсқа, ілгіш, жомарт, аспаз, бүгін, демалыс, жанар, орман, тілек, оқулық. Осы сөздерді әдемілеп тұрып жаза ғой. Келесі тапсырма. Біз У әрпіне байланысты. У дыбысы мен әрпіне байланысты. Енді У әрпін есімізге түсірейік. Енді қараш, У дауысты да дауыссыз да бола алады екен. Неліктен? Мысалы, У дыбысы дауыстыдан кейін тұрса, дауыстыдан кейін ол дауыссыз болады. Ал егерде дауыссыздан кейін тұрса, дауыссыздан кейін, онда ол дауысты болады екен. У дыбысы дауысты да дауыссыз бола алады екен. Енді мына жердегі У дыбыс әрпі қалып қойған жерді толықтырып, оның қандай дыбыс екенін көрейік. Бірінші сөз. Аула, жазу, уақыт, улы, бауыр, ту, саусақ, қуырдақ, шуақ, дәуір, әуен. Ал көрейік, аула дейді. Ол бізде дауысты дыбыс. У дауысты дыбыстан кейін тұр, яғни ол дауыссыз. Оның астын екі сызықпен сызамыз, Келесі сөз жазу. З ол дауыссыз дыбыс. Яғни ол мұнда дауысты болып кетеді. Оның астын бір сызықпен сызамыз. Келесі сөз уақыт. У дыбысынан кейін дауысты дыбыс келіп тұр. Сол себепті У бізде дауыссыз болады. Улы. У, одан кейін лы дауыссыз дыбыс келіп тұр. Яғни У дауысты болады. Бауыр. Бауыр. Адан кейін У тұр. Яғни ол дауысты, У дауыссыз болады екен. Ту. Т бізде дауыссыз болғандықтан, У бізде дауысты болып кетеді. Саусақ деген сөзде дауысты, демек У дауыссыз болады. Қуырдақ деген сөзде
Қ-дан кейін утыр, яғни Қ бізде дауыссыз болғандықтан У дауысты болады. Шуақ, Ш дауыссыз, У дауысты болып тұр. Дәуір, Ә дауысты дыбыс, яғни дауыстыдан кейін У тұрса, ол дауыссыз болады. Әуен, Ә дауысты дыбыс, дауысты дыбыстан кейін У тұрса, яғни ол дауыссыз болады екен. Осылай әдемілеп тұрып жазып сыза қой дәптеріне. Енді үшінші суретке назар аударайық. Суретте біз кімдерді көріп тұрмыз? Осы суретке қатысты сөздерді тауып жаз. Бала, бешпент, тақия, әже, ата, қыз, ұл, орман, ойнады, жазды, оқушы, қуыршақ, гүл. Әрине, мұнда қарап тұрсақ, бала деген сөз мұнда осы суретке қатысы бар, бешпент бар, тақия бар, әже бар. Өйткені бала саусағымен әже деген сөзді жазды. Ата бар ма? Жоқ, ата жоқ, сол себепті атаны жазбаймыз. Қыз бар ма? Бар, жазамыз. Ұл жазамыз. Орман. Осы суретте орман бар ма? Әрине жоқ, орманды біз жазбаймыз. Ойнады. Жазамыз. Жазды. Жазамыз. Оқушы. Әрине, осы екі бала оқушы деп, оқушы жасындағы балалар, сол себепті оқушы деген сөзді жазуға болады. Қуыршақ. Суретте қуыршақ жоқ, сол себепті қуыршақты жазбаймыз. Гүл. Суретте гүл де жоқ, сол себепті гүлді жазбаймыз. Яғни жазатын сөздеріміз бала, бешпент, тақия, әже, қыз, ұл, ойнады, жазды, оқушы. Келесі тапсырма. Төмендегі сөздерді бас әріппен және кіші әріппен көшіріп жаз. Жазылуын есте сақта. Біз егерде осы парта, тамаша, мадақтау, дәрігер, ұстаз, табиғат, уақыт, балалық деген сөздерді үтір арқылы жазатын болсақ, әрине ол кішкентай әріппен жазылады. Ал егерде біз сөздің соңында нүкте қойып отырсақ, әрине келесі нүктеден кейін келесі сөз бас әріптен басталып жазылады екен. Оны біз білеміз. Мұнда мысал келтірілген парта сызықша арқылы кішкентай әріппен парта деген сөзді жаздық. Келесі сөз нүктеден кейін бас әріппен жазамыз. Тамаша сызықша қойып кішкентай әріппен тамаша деген сөзді жазамыз. Солай келесі сөздердің барлығын жазып тізіп шығамыз. Мінекей былай. Парта, тамаша, мадақтау, дәрігер, ұстаз, табиғат, уақыт, балалық деген сөздерді тізіп жазып шығамыз. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.